Қазақстан көп ұлттық мемлекет, 70% қазақ, 30% басқа ұлттардан құралған. Сол көптеген ұлттар 30%-ға кіретін. Біреу ғана бар, атымен бізде ауданның аты аталған. Ол Алматы облысында Ойғыр ауданы. Ал менің ойымша, қазақтың жерінде басқа ұлттың атауымен, атымен ешқандай аудан, аумақ, қала аталынбайды. Аталынбау керек. Өйткені ондай болса, ертең ол қауіп төндіріп, жер тұтастығымызға, тұрғындардың ішінде сепаратистік сезім туындырып, ертең бір ұлтаралық, халықаралық, мемлекет аралық қақтығысқа апаруға әбден мүмкін. Сондықтан Ойғыр ауданының аты өзгертілу керек. Оны президент па, ұлттық қауіпсіздік комитет көтере ме бұл мәселені, президенттің әкімшілігі ма, депутаттар ма, бірақ жедел түрде бұл мәселе қаралынып, аты өзгертілу керек. Тіпті болмай жатса, біреу айтатын болса, жоқ, мына қазақтың жерінде бір аудан болса да, бір ұлттың атымен аталу керек десе, жақсы, онда мақұл, қазақ ауданы болсын. Мен оған қарсы емеспін. Қазақтың атымен аталған, қазақ ауданы облысы деген бізде жоқ. Болсын онда. Бір ұлттың атауы міндетті түрде атымен аталуы керек десе, бір аудан аумақ қазақтың атымен атасын. Басқаларынікі болмайды. Ол ұлтты арашылап отырған емес, ұлттық наразылық енгізіп жоқ. Ойғырлар болсын, басқасы болсын, оларда біздің толық құқылы Қазақ Республикасының азаматтары. Бірақ олардың атымен аудан аталмау керек. Бұл басқа мәселе. Сепаратистік көзқарас неден туады, сепаратистік сезім неден туады, ол сосын неге, қандай нәтижеге апарады, біз оны талай көруге мүмкіндік алдық осы соңғы жаңа тарихымызда. Бүгінгі күнді алмасақ, кешегі, оның алдындағы ежелгі заманға шейін. Бір жерге көптеген бір ұлтты халық, ол жердің көпшілігі болмаса, олардың арасынан сепаратистік сезім өзінен өзі пайда болады. Өзінен, ішінен шықпаса да, біреу сырттан әкеліп осы сезімді енгізеді, егіп береді, вакцина сияқты, вирус сияқты, мына біздің жер деген мысалы. Сосын олар ойлады, біз бұны айтуға құқылымыз, өйткені біз мына жерде көпшілікпіз, және мына ауданның аты өзі айтып тұр, біздің ауданымыз деп. Неге үйтіп аталған? Ресми түрде өздері мойындап тұр, бұл біздің жеріміз деп шығу әбден мүмкін ертең. Бүгін болмаса ертең. Мына бүгін болған Қордайдағы мәселе. Себепкерлері не, себебі не, неден басталды, біз оның бәрін қазір көріп отырмыз ғой. Мемлекеттік комиссияда істеп шықты, өзіміз де көрдік, бейнесін де көрдік. Интервью, халықтың жиналған жерлерінен ой пікірлерін бәрін естідік қой. Қазір біз анық білеміз неден болғанын. Ол жерге мемлекеттік тілге көзқарасы қандай болғанын. Сол жерде бір 3 кішігірім кентке жиналып алған көпшілік болған сол жердің бір ұлт, өз мектептері пайда болған, өз мектептерінде олар құдай біледі, балаларына не үйреткізген, қандай құндылықтарға апарған. Мешіттің өзі ерекше шарттармен істеген дейді. Біздің мұсылман қалай аты бізді діни мұсылман басқармасына мемлекеттік оған бағынбаған дейді. Енді оны шын ба өтірік па білмеймін, бірақ басқа саласын алсақ, бәрі дәлелденген. Мемлекеттік тілді қалың халқы меңгермеген, мектепте дұрыс оқытылмаған, бәрі өз тілінде немесе орысша. Соның бәрін біз қорытынды алып шығып, біз келешекті ойлап, бүгінгі күнді ойлап, сепаратистік бізге сезім көп, бірінші қауіп төндіріп отырған екен түсініп отырып, біз аномастика ретінде ғана емес, саяси түрде
кейбір аудан аумақтардың қалалардың аттарын өзгертуге міндеттіміз. Ойғыр ауданы енді әрине ол ерекше тұрған, ол кәдімгі аудан қылып, ауданды Ойғырдың атымен қойған, оны жедел түрде ауыстыру керек. Өз ойым сол. Және мына айтылып жатқан ана Қытайда қысылым көрсетіп отырған, қудаланып жатқан Ойғырларды Қазақстанға әкеліп оларға жер беру керек деген, ол енді мүлде ол надандық. Оны жарайды айтпай ақ қояйық. Оған әрине әр қазақ қарсы болу керек. Шет жақтан келген адамдар жер беріледі, ол тек қана қазақ қана болса болды, басқасына берілмеу керек, қай жақтан кім қашып келсе де.